Балаларыңызға күнделікті осындай мектепке алып кететін выпечкалерді дайындап берсеңіздер болады. Бұл тестадан сіздер бауырсақ барлығын дайындай бересіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Жылы суымызды 1,5 қасық дрожж саламыз. 1,5 қасық қант саламыз. Жақсылап араластырып 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Смесіміз көтерілді. Үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, бетіне 1 ас қасық тұзымызды салып, 200 грамм сұйық май, 1 жұмыртқамызды салып, 1 келікті қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Өзімізге керекті бөліктерге бөліп аламыз. Мен 60, 65, 70 граммнан бөліп алдым. Сіздер де солай бөліп алсаңыздар болады.